Наурыз қазақ халқының көне әрі үлкен мерекесі. Бұл мереке көктем мезгілінде тойланады. Наурыз келгенде күн жылынады, қар ереді, ағаштар бүршік атады, жер бетіне әдемі бүлгер шығады. Құстар жылы жақтан қайта оралып, табиғат оянып, айнала жайнап кетеді. Наурыз күні адамдар бір-бірін құттықтап, жақсы тілектер айтады. Үлкендер бата береді, адамдар бір-біріне қонаққа барады. Дастарқанға ұлттық тағамдар қойылады. Қазақ халқының ұлттық аспаптарының бірі домбыра. Домбыра ағаштан жасалады, және оның екі шегі болады. Домбырамен әдемі күйлер орындалады. Қазақ халқы домбыраны өте қадірлейді. Наурыз мерекесінде адамдар киіз үй тігіп, қонақтарды қарсы алады. Киіз үй қазақ халқының ертеден келе жатқан ұлттық баспанасы. Ол кереге, уық және шаңырақтан тұрады. Киіз үй қыста жылы, жазда салқын болады. Бұл күні дастарқанға ерекше тағам наурыз көже дайындалады. Наурыз көже 7 түрлі дәмнен жасалады. Олар су, ет, тұз, бидай, тары, күріш және сүт немесе айран. 7 түрлі дәм молшылық пен берекені білдіреді.